жұмбақ жасырамын. Жауабын айтасыңдар, жарай ма? Иә. Ата-бабам ойнаған, мұра етіп қалдырған алшы, тәйкі, шікпен жабдықтары аталған. Ол не балалар? Асық. Өте дұрыс айтасыңдар. Ендеше мен сендерге асықтар жайлы қысқаша мәлімет беріп кетейін. Біздің ата-бабаларымыз мал шаруашылығымен айналысқандықтан асықтарды қойдың жілігінен алған. Оны жақсылап тазалап, кептіріп, немерелеріне жинаған екен. Балалар, бұрынғы біздің ел қорғаушы батырларымыз ойын арқылы шыныққан. Осылайша біздің ұлттық ойындарымыз атадан балаға мұра болып жалғасып келеді. Асықтар иіліп түсуіне қарай өзінің аттары болады. Ата-батар болсақ, алшы, тәйкі, шік және бүк. Асық ойындарының түрлері өте көп. Олар үш табан, алшы, тәйкі, құмар және хан талапай. Балалар, ендеше ұлттық ойындарымыздың ішінде қазір сендермен бірге хан талапай ойынын ойнаймыз. Балалар, бір ерекшелігі хан талапай ойынын қыздар да ойнауға болады. Хан талапай ойынның ережесі, балалар, мына қоржында көптеген асықтар бар. Ішінде қызыл түске боялған бір асық бар. Сол қызыл түс кімге түссе, ойынды сол бала бастайды. Хан деген қызыл түстегі асықты тауып алуымыз керек. Мен ойынды бастаған кезде, асықты шашып жүрген кезде тез-тез асықтарды жинап аламыз. Ендеше кеттік. Талапай, басталды ойын, алақай. Жинаймыз, кәнеке, тез-тез асықтарды жинап аламыз. Жинап аламыз, кәне. Тез-тез жинап аламыз асықтарды, балалар. Жинаймыз, Санжар, жинаймыз. Жинап аламыз. Кәне, балалар, асық. Қызыл хан асығы кімде екен? Аянада екен. Ендеше балалар, ойынды бірінші болып Аяна бастайды. Өйткені хан асығы Аянада. Енді балалар, асықтарды тізіп қоямыз. Қой, асығын сенде мына алда қой. Қойшы, нере қойшы. Ал, балалар, ендеше асықтарымызды санайық. Кімде қанша асық екен? Ал, санаймыз үнжу. 1, 2, 3, 4 асық екен үнжуде. Ал, Санжарда қанша асық екен? 1, 2, 3, 4, 5. Санжарда 5 асық екен. Ал, ары қарай кеттік, балалар. Жарайсың, Ясминада 3 асық екен. Ал, хан асығы бар Аянада неше асық екен? 1, 2, 3 асық екен. Ары қарай. Аделде неше асық бар, балалар? 1, 2, 3 асық бар екен. Махамбетте ше? Махамбетте 1, 2, 3. Кәне, Махамбет бірге санаймыз. Ал, Айнұрда қанша асық бар екен? 1, 2 асық қана бар екен. Ал, біздің Айсұлтанда 1, 2, 3, 4, 5, 6 асық бар екен. Бар, сенде неше асық бар? Кәне, бірге санайықшы. Санай ғой. 1, 2, 3 асық бар екен. Балалар, ең көп асық кімде екен? Айсұлтанда. Адел дұрыс айтады. Айсұлтанда екен.